Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен орамжапыраққа оралған галбцүй дайындаймыз. Бізге керегі бауыр, жуа, күріш және орамжапырақ. Қыздар орамжапырақтың жапырақтарын алып 10-15 минутқа газға қойып қайнатып аласыздар. Және осы уақыт аралығында бауыр, жуамызды алып осылай блендерден өткіземіз. Және күрішімізді суға салып жібітіп қоюымыз керек. Осылай блендерге салып езіп аламыз. Езіп болғаннан кейін күрішіміздің суынан ағытып алып, бауыр екеуін араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Және дайын болған салмамызды орамжапыраққа осылай салып, екі шетін жабамыз. Ағып кетпеу үшін осылай екі шетін жауып орайтын боламыз. Осылай орап аламыз. Қыздар, осы салмамызға бір жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Егер қоспасаңыздар, ол ағып кетпейді, дәл осылай пісетін болады. Осылай дайын болған картошка ет сәбізімізге бетіне қойып, су құйып пісіріп аламыз. 20-30 минутта піседі қыздар. Ас болсын.